Ойбай, мынау шөт құсап, неміс па, француз ба? Ой, болмайды. Ой, бәрі ақ қой, жоқ, ақ емес маған. Мынау что-то неміс құқсаңқырап қап. Мынау вообще бір Италияға келемін. Жоқ, маған орыс құқсатып бер дейді да. Енді ондай технология шықпай тұр. Қазірге дейін енді терісін қарадан аққа өзгерткен бір ақ адам болды. Ол марқұм жарықтық мен жақсы көретін Майкл Джексон. Майкл Джексонды мен жақсы көремін. Үнемі есіме түскенде жаңа әнін тыңдаған, жолға, ұзақ жолға шыққанда әнін тыңдаймын. Майклдың әндері қатты жақсы көріп тыңдаймын. Жас күннен тыңдап өстік қой. Соны дұға қыламын, Алла жәннат қылсын деді. Енді ол жарықтық мұсылман болып өлді. Ол жарықтық кәлима айтып дінге келді. Ол жарықтық тіпті өлгеннен кейін барып әшкере болды. Оның жер шары бойынша оның атаған жылуы адамзат тарихындағы ең көп жылу екен. Оның ауру емдейтін, рак емдейтін, Паркинсон аурулары бар, рак аурулар, балалардың неше түрлі ауруларын емдейтін ғылыми орталықтарға миллиардтап атаған. Африкаға, кедей халықтарға, аш-жалаңаш халықтарға миллиардтап атап отырған ғой. Ол сөйтіп миллиард тарихтан бой елдер жаңа неше түрлі яхта алып, арал сатып алып жатқанда жарықтық Майкл Джексон сол жылу атап жүрген екен ғой. Ол кәдімгі кәлима айтып мұсылман болды. Мен ол жақсы кісен. Ол енді жарықтық алапеспен ауырыпты. Алапеспен ауырғаннан кейін қайтеді. Бетінің терілері ағарып, түлеп. Алапес дейтін ауру бар ғой енді, білесіздер. Сол қатты беттен мына жері қара, мына жері ақ, мына жері қара, мына жері ақ. Сосын ол жарықтық амал жоқ бетінің терісін ауыстырды. Ал енді ол шарасыздан болды. Ол қараны жек көріп, сосын барып ақ болып өзгерген жоқ. Ол сол алапес болғаннан сахнада жүргеннен кейін ауыстырды. Енді мына қазақтарды білмеймін енді. Енді осы қазақтар үшін бір миллиард доллар тапқан миллиардерлер адамның терісін ауыстыратын технологияны тездеп ойлап тапса, бірінші кезекте қазақтар тұрады. Басынан бақайшығына дейін ауыстырып береміз десе қазақтар тұрады. Ішпей, жемей, тура тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады деп қазақтар ішпей жемей, ана өздерінің қазақ беттерінің терілерін лақтырып тастап, сол орыс дәрі киіп алады қазақтар. Енді қазақ сияқты табынғышы бар, орыстарда бақытты шығар. Қазақ сияқты табынатын, ұлт ретінде табынып кеткен біреу бар, енді орыстарда бақытты.